малды өсіру үшін, одан бір жақсы пайда табу үшін өзің айтпақшы 5-10 жыл жүру керек, өсіп жүру керек. Иә. Біреуге тапсыруға болмайды. Еңбек. Бір бие міне мынандай стакан берсе жақсы. Сүт түсі болса береді. Сүт емесі бермейді. Сүт емесі бермейді. Фермерлардың просто андай бір ашынатыны, біз оны бағамыз, 3-4 жыл жем-шөбін алып келеміз дейді да, андай дилерлер келеді да, сатып алады да. Иә. Олар ештеңе қиналмай, үстінен 50 мың теңгеден 30 мың теңгенің әр басына көреді да. Өзбектердің кәдімгі малшысы болдық қой біз де. Мысалы үшін қыста туғызады, көктемде туады, мысалы үшін күзге дейін бағамыз, өзбектерге сатып алып кетеді, әр жаққа қымбат. Соған ашуланатын. Қазақ келген кезде қазаққа қымбат айтады, ал басқа ұлт келсе, оларға арзанға бере салады. Бір подушка ма бірдеме болу керек. Бір жақтан ақша келмесе, малың өспейді ешқашан. Сондай андай ұран бар ғой, жас кезде бәрін көріп алу керек, қыдырып алу керек деген. Негізі ол ұранды ауыстыру керек. Жас кезде наоборот жұмыс істеу керек, 30-35-ке дейін. Одан кейін ол жұмыс саған істейді, сен демаласың. Ассалаумағалейкум жігіттер, қош келдіңіздер біздің мал табу алаңы дейтін подкастымызға. Сапардан келіп отыргенсіздер. Енді бұл мал табу подкасты более еркін тақырып. Бұны көретіндер, көрермендері сол ауылдағы ағайындар, қарапайым шаруалар, соған көкелеріңізде не жүр, не проблема, ауылда не болып жатыр, ойларыңызда жүрген бір әңгімелер болса, соны айтып кетсеңіздер. Арашан қой бар емес па? Қырғыздан шыққан. $50 мың, $100 мың шамасында сатылады да. Гисар да сондайдан сатылады. Неге Еділбай тұқымы ондай бағаланбайды? Ұмытылып, майдаланып бара жатыр да. Тұқым ірілеуге болады ма? Жалпы тиктокта қараймыз ғой, арашан қойлар, гисарлар мысалға тиктокта сауда сұмдық болып отырады ғой. Дәл солай Еділбайды неге солай істемеске? Еділбайды уже олай істеуге білмеймін болмайтын шығар, себебі Еділбайдың өзінің жаңағы мемлекеттік бағасы бар, документі бар. Мысалы үшін қазір уже оның өзінің определенный бағасы бар. Қошқары 150 мың, жаңағындай тұсағы, қойы 120 мың, қозылары 80 мың деген, ол уже бекітілген заңды жүзіндегі бағасы сондай. Өкіметтің қойып берген бағасы. Өкіметтің бағасы, иә. Мысалы үшін сіз қой алам, жаңағындай асыл тұқымды қой алам, өкіметпен жаңағы субсидия анау бөлінетіндері бар ғой. Сол асыл тұқымды Еділбайды аласыз. Иә. Сізге андай палата анау өкіметтен береді. Мынада Еділбай бар, анада бар деп. Сосын барсаңыз барлығында бір баға болады. Ешкім 150 мыңнан жоқ мен қошқарым 500 мың деп айта алмайды. Себебі сіз бар біреуде 500 мың болса, мына жақта 150 мың тұрса 150 мыңдікін аласыз ғой бәрібір. Заңында солай да. Жоқ, демек определенный бір өзінің бағасы бар уже. Өкіметтің қойып берген бағасы деп отырсыз ғой сіз. Иә. Мен сұрап отқаным, неге мынау арашан қой сияқты, гисар сияқты бір брендке айналдырмасқа, сондай құны бар қой қылмасқа? Енді бұл қазақтың бренді ғой Еділбай. Қазақтың бренді, бірақ уже сондай баға болып болғаннан кейін ол мүмкін емес сияқты өзгерді. Мүмкін жаңағыдай қызығып біреу дәл бізден аламыз деп жаңағыдай 500 мыңға деп айтсам, мүмкін қызығуы мүмкін. Ол үшін жаңағы қозынан туылғаннан бастап бүкіл өмір баянын түсіріп, жаңағыдай өскенде қандай вес берді, оны кішкене интернет желісінде кішкене дамыту керек болады. Сосын мүмкін 500 мыңға өтетін шығар. Сіздер сол жолдасыздар ма? Или жоқ, олай істеп жатқан жоқ. Бір жылдары солай істеген. Өйткені нарық оған апармайды ғой бәрі. Нарық апармайды. Қанша істегенмен. Иә. Өйткені кеше біз бардық, бірлік заводы бар ғой. Еділбайдың керемет жаңағы Батыс Қазақстандағы бірлік заводы 150 мыңнан қошқарлар сатып жатыр. Дәуді қошқарлар енді. Еділбайдың мықты деген қошқарлар тұрды. Ал енді біз интернет желісіне салып, мүмкін жаңағындай 500 мың деп сатпаса, так. Демек біз арашан, гисарларға жете алмайын деп тұрмыз ғой. Жете алмаймыз. Ол арашан қырғыздың бренді, гисар өзбектің бренді. Осы жолда қалайын деп тұрмыз ба сонда? Білмеймін, мен ойымша солай секілді. Өйткені жақсы хит болып отыр ғой, арашан да, гисар да. Бірақ біздің көп климатқа келмейді олар. Арашан да, арашан, гисар, жалпы көп жүреді ғой. Біздің климатқа арашан да, гисар да келмейді. Иә. Орталық Қазақстаннан былай қарай, солтүстік жақтарға, иә. Демек оны оңтүстік қатты ұстайды. И TikTok
та контент үшін енді сөйтіп өсіп жатқан искусственный баға ғой бұл получается. Иә, қорада ұстайды ғой көбісі, қорада. Оны андай көп количествода ұстаймайды ғой, мысалы 500 бас, 1000 бас қып ұстай алмайды оны. Оны определенный өзінің 50, 60, 100 сондай шығар ұстайтындар. Негізі мен ойымша бар ғой. Көп қып ұстай алмайды. Ал Еділбайды сіз ұстай аласыз 1000 қып, 2000 қып, мысалы 2 отары, 3 отар қып ұстай аласыз. Ол тебіндейді қыста аязға, суыққа, бәріне төзімді ғой. Нағыз осы солтүстік орталыққа келеді. Енді бұрын біздің ата бабамыз көшпенді халық болды ғой. Біз сиыр асырамағанбыз. Біз жылқы мен қой асырағанбыз. Жылқы қойды алып күздеуге, жазда жайлауға, қыста қыстауға жайылымды айналдырып отырған ғой ата бабамыз. Отырықшы халық болғаннан кейін жаңағы сиыр келді, содан кішкене отырықшылық қылып үйретті ғой бізді. Оған дейін біз көшпенді халық болдық. Ол кезде бізде жаңағы Гисар, Арашан деген тұқым болмады. Бізде осы өзіміздің сол Еділбай болды ғой. Енді климатымызға жайлы сол қой болып тұр ғой. Иә. Сол бар. 4 мезгілге жайлы. Енді бір қызық айтайын. Осы Гисардың да, Арашанның да күндердің бір күні тоже саудасы бітеді. Себебі міне, сізде Арашан тұқымы бар, мықты бір жақтан алып келдіңіз. Нұрлы екеумізде жоқ мысалы үшін. Сіз аласыз да оны $10,000 сатам деп шығасыз. Нұрлы алады да сізден алады. $10,000 қошқарыңызды алады. Уже сізде екеуіңізде бар. Уже сіздерде конкуренция бар. Сіз 10,000 дейсіз, Нұрлы 10,000 дейді. Саудағасы мен 5,000 алам. Уже үшеумізде де бар. Көрдіңіз бе? Ертең бүкіл елге таралады бұл Арашан. Өйткені көбісі қазір айналысып жатыр ғой. Одан кәдімгі ет сияқты еттің бағасымен кететін секілді. Күндердің бір күнінде. Сондай болып қалады. Өйткені сол жаңағындай мысал ғой, 10 адам мысал үшін облыс бойынша 10 адам Арашан іздеп отырған адамдар болса, 10 алып алады, одан кейін олардан кім алады мысал үшін. Онда да бар ол қол жетпес дүние емес. Иә, уже қол жетемді. Басында мына Қырғызстаннан әкеле алмай қиналып, қазір оңтүстіктің балаларын барлығы кіргізіп алды ғой, Арашанды да, Гисарды да. Енді кеше барсам батыс Қазақстанда кіргізіп алыпты өздеріне. Солай бұның құндылығы бір күндердің күнінде бітеді. Басқа бір Арашан емес, басқа бір порода шығатын секілді. Жоқ, былай ғой, кеше сол Арашан қошқарларды салдым сторисқа. Яна оңтүстіктегі Арашан ұстайтын жігіттер бар. Олар шығып жатыр да маған. Мен көрдім сіздің сторисіңізді. 5 миллион тұрмайды екен деді. Андай 5 миллион деп қойғансыз да, потом деген бір смайл қойған екенсіз. 5 миллион деп тұрмайды дейді да. Неге десем айтады, батыс Қазақстан ол Қазақстанның ар жақ басы, оңтүстіктен айырмашылығы оларға бізде андай екен. Көбінесе көп жерде жаңағы өтірік алдап сатады екен. Бағаны 2 есе 3 есе қымбат қылып, және таза Арашан емес дейді да ол. Маған фотоларын жіберді, мен Арашан 5 миллион Арашан қошқарлар осындай болады деді. Екеуі жермен көктей. Сонда айтады да олар о жаққа алдап сатады дейді. Батыс жақтарға олар қатты білмейді дейді да бағаны. Оңтүстіктегілер бағаны еселеп сатады дейді. Сол мысалы содан кейін қойдым, олардың бағалары жоғары. Еділбайға қарағанда бар ғой. Бағалы дегенде андай мысалы отырады да біреу $1000 дей салады, біреу тұрады да $10,000 дей салады. Андай тұрақты баға жоқ. Иә. Сол себепті олар андай әлеуметтік желіде бір хит сияқты. Иә. Жоқ, біз соғай әлеуметтік желіде хит болғандықтан бүйтіп қарап отырамыз да, мына жер намысымыз оянып отырады да. Жаңағы мен бірінші қойған сұрағым бар ғой. Біреуге жаңа неге Еділбай ондай емес деген сияқты ше, неге осылай жасамасқа деп ше. Түбі бірақ нарық құлатады десеңші. Құлатады бәрі. Ол үшін Нұрбек сияқты бір 5-6 жігіт керек. Иә. Жаңағы Еділбайдың қозысынан бастап жарнама істеу керек та. Иә, жарнама істеу. Еділбай қазір қараңыз, көбісі Гисар, Арашан бәрі қашып отыр ғой сондайға. Асыл тұқым деп, элита деп. Ондай көп болып кетеді да, Еділбай құрып кетеді. Одан кейін Еділбайдың аты шығады. Өзі мал шаруашылығында былай ғой, бір жылы сиыр құнды болып тұрады, бір жылы қой құнсызданып қалады. Жылқының бағасы құлайды, сиыр қымбаттап жатыр қазіргі уақытта. Ол 1-2 жылдан кейін сиыр арзандайды да, өйткені бәрі алып алады. Өзі не ғой? Доллар, рубль ойнап тұрады ғой. Сондай ғой бұл да мал шаруашылығы деген. Бір уақытта жаңағындай сиыр қымбаттаса, бір уақытта қой қымбаттайды. Сол сияқты қазір Арашан, Гисары қымбат, жұлдызды пиктары болып тұр. Бірақ дегенмен ертең Еділбайдың да біздің де ауылдан күн шығады дейді ғой. Иә, ләйімнен соған жетейік. Қазақтың әр азаматы бай қуатты болу керек. Сондықтан біз өндіріспен айналысу
ол қазіргі таңда парызымыз. Қисық шегені түзетіп үйренейік. Егер сіздер ангар соғамын десеңіздер, оның қабырғасымен, яғни шатырына керекті заттардың бірі ол сэндвич панель. Мына біздің сэндвич панельдерге тапсырыс беретін болсаңыздар, өкінбейсіздер. Бағасы қолжетімді, сапасы сын көтереді. Төмендегі нөмірге хабарласыңыздар, отандық өнімді бірге қолдайық. Біздің фирманың атауы Кермакас. Жақсы күндерде жетейік, құрметті замандастарым. Биыл қойға субсидияны алып тастапты. Оңтүстіктегі шаруалардың айтуы бойынша орнына 5%-ға кредит беріп жатыр екен. Енді халыққа осы тиімді ма? Субсидияның орнына 5%-қа кредит алған ба? Иә. Субсидияны тоқтатыпты Таразда, мысалы оңтүстікте. Мен жаңа жігіттермен хабарласып отырсам, осылай айтып отыр да. Жалпы субсидия дегенде сол әр өңірде өзгеріп тұрады ғой, біреуге береді, біреуге бермейді. Бірақ енді субсидияның орнына кредит бергені, білмеймін, қалай ол. Негізі субсидия алсам, өкіметке қарыз бола салады. Иә. Өкімет мысалы үшін. Жаңағы мен әкем алады ғой, субсидияны мынау алады. Уже акимат андай. Акиматта бірдеме болып жатса, ол папамды алып обязан қылып қояды да, андай. Бір қонақтар келсе, или бір мектепті ремонт жасау. Бір қой дайындап отыр деген. Иә. Бір жиындар, жиналыстар болса, бәрібір жаңағы субсидия алып отқаннан кейін айтады, давай көмектес, мынандай жиын болып жатыр. Мынау болып жатыр. Алмақтың да салмағы бар. Иә, Алмақтың да салмағы бар. Анау Жәнібек Кенжебаевтың дала кемп дегенде болдыңыз ғой. Сол кезде ол кісі айтты ғой, біз алмаймыз, субсидия алмаймыз деп. Вообще жыл алмаймыз. Зато олар өздерімен өздері. Негізі субсидия алған бір жағынан тиімді, бір жағынан сондай бар да. Бір жағынан тізесін басып отырады десеңізші. Бәрібір берген органдар. Бәрібір қайтпайды, қайтарымсыз ақша дейді, бәрібір. Ол қайтарымсыз емес, түбі бәрібір өздерінің пайдаларын тигізеді ғой. Иә, мен баяғыда осы неге Ақкөл жақтарға бір документальный фильм түсіріп жүргем. Сол кезде бір ауылға бардық, Тесіктас жаққа. Бір күнде 2 қой сойылды да. Мен үшін таңғаларлық нәрсе болды. Бірақ мен ар жағы, мен қазекеңдер ғой, бұлар аяп атқан жоқ. Бірақ әкім жүрді сол кезде. Бірақ әр үйде бір үйден қой сойылды да. Енді мен қазір сіз айтып отырсыз ғой, ол субсидия бөлінген, бір қой сойылу керек деген сияқты. Сізде қандай ой қосасыз субсидияға байланысты? Негізі шамаңыз келіп тұрса, жағдай болса, негізі жоламаған дұрыс болады. Субсидияға жоламаған дұрыс па? Жоламаған дұрыс болады. Енді бұлай ғой, біреуде мүмкіндік жоқ болады да, мүмкіндік жоқ болғаннан кейін алады. Ал бізде бұлай мысалы 50 адамға или немесе 20 шаруашылыққа берілу керек деп нетілсе жоғарыдан, оны анай жағдайы барлар алып алады да. Иә, жоқ, соғы бізде қарапайым шаруа субсидия аламайды. Аламайды, сол жағдайы барлар алып алады. Жағдайы барлар алады. Одан кейін залогқа, үйіма бір нәрсе тіке деген. Сондай дүниесі барлар алады. Иә. Ал қарапайым халық оны ала алмайды. Негізі ойлаймын, жағдайы бар адамға алмай, жаңағы мүмкіндігі жоқ адамдарға мүмкіндік берсе деп бар ғой. Соларға жетсе. Соларға жетсе. Жеткен бетте де жаңағыдай міндетсінбей қойса жібер деген сияқты. Дұрысынан жетсе барлығы. Олар да көтеріледі да сол кезде, ауыл шаруашылығы көтеріледі. Ал бізде жаңағы определенный 10 адам ба, сол 10 адам ала береді жылда. Астындағыларға түспейді ештеңке. Сіздер өз бастарыңыз алып көрдіңіздер ма? Біз алмаймыз. Сіздер әкеңіз алады. Алғанда да тоқтаған шығар или? Жоқ, көбісі шатастырады, субсидия мен кредитті шатастырады мысалы. Жоқ, өкімет тарапынан мал шаруашылығына алатын кредитті көбісі субсидия деп түсінеді. Ал субсидия деген ол қайтарымсыз ақша, кәдімгі сіз фермер болсаңыз, сізде жаңағындай асыл тұқымды малыңыз бар, соның жылына жаңағындай жем шөбіне субсидия береді, қайтарымсыз ақша, көмек ретінде үкімет. Әр басқа жаңағындай Ақбастың әр басына береді, жаңағындай Еділбайдың әр басына береді. Сол қайтарымсыз ақша ол, субсидия деген. Ал кредит деген жаңағындай міне жерін залогқа салады, үйін залогқа салады, содан өкімет тарапынан 30 миллион, 50 миллион малға деп алады. Вот сол кредит. 5%-бен. Иә, 5% ба, 10% ба, сондай. Демек, субсидия не, кредит не, бұл жерде осыны көп шатастырады ше адамдар. Субсидия бізде жаңағы үлкен шаруа қожалықтар алады, қарапайым шаруаға жетпейді.
үлкен шаруашылықтар алғандықтан олар әкімшіліктерге басқаға бір қарыздар сияқты болады ғой. болады. Иә. Енді документ жағынан жинау кішкене қиын болады. Аха. Документациясы дұрыс болмай қалады, сонымен көп адам ала алмай қалады ғой субсидияны. Және де айта өтейін, қазір мына субсидияның несі ғой. Осы субсидияның жаңағыдай ақшасын тапсыратын кезде, жаңа документін тапсыратын кезде әр ауылдық округта мал дәрігері болады ғой. Иә. Кезінде мал дәрігерін ешкім естімейді ғой. Сол сәтте мал дәрігері ең жақсы адам болды ғой. Құнды бола ма? Құнды ғой. Мал дәрігері қазір қатты құнды. Біздің өңірдегі кісі уже пенсияға шығып кеткен ғой. Пенсияда болса да жұмыс істеп жүр. Себебі қазір мал дәрігері мамандар жоқ па, сондай. Ал бірақ қазіргі заманда мына мал дәрігерінің дәурені жүріп тұрған заман деп айтуға болады. Кейінгі жастарға қазір мал дәрігерлігін оқып алған дұрыс дейсіз ғой, сондай совет бересіз ғой. Мал дәрігерлікті оқу керек қазіргі заманда. Жақсы, табысы жақсы. Табысы жақсы, бәрі жақсы. Бұрын бәрі гаишник болғысы келсе, негізі мал дәрігері болды. Иә, бір жылдар юрист болды ғой. Юрист болды. Поголовно юриспруденцияны оқыды. Одан кейін жаңағы финансист, одан кейін экономист. Қазір мал дәрігеріне кету керек бәріне. Жалпы енді Қазақстанда қазір қойдың саны қанша? Былай статистика былай орта. Кеше көрдік. 25 миллион деді. 21 миллион ба, 25 миллион деді кеше. Бұл тіркелгені ғой. Тіркелгені, иә. Тіркелмегені қанша ма? Тіркелмегені қанша? Тіркелмегені қанша бар. Оны білмейміз ғой. Жоқ, мен себебі мынау осы 1-2 жыл бұрын мынау Қарағанды сіздердің ауылдарыңыз жақтарда не болды ғой, бір жылқылар қатып қалып. Алдыңғы жылы болды ғой. Иә, алдыңғы жылы. Сол кезде өкіметке жеткені официально 61 жылқы қатып қалыпты дегендей. 61 бас. Аха, 61 бас. Бірақ тіркелмеген негізі 2000-ға жуық екен. Иә, одан көп болмаса. Кейіннен айтса, ол тіркелмеген ғой, біз не істейміз дегенде, субсидия не бере алмаймыз дегенде, сондай болыпты да. Демек, 21 миллион болғанмен ол 50 миллион болуы мүмкін. 50 миллион болуы мүмкін, иә. Неге тіркеуден қашыды сонда? Бұрын енді андай не болған шығар? Түсінік малды көрсетпеу үкіметке. Налог. Сол жағынан қорыққан шығар негізі Бұрын. Иә. Қазір негізі тіркеу керек. Арбер жүгіргісі келмейді, орталыққа жүгіру керек. Бізде андай ғой, тіркелгенмен біздің андай программа дұрыс емес. Мысалы, сіз оны сатасыз, болмаса соясыз, немесе өледі, оны күнделікті шығарып отыратын программа қиын да. Күнде бармайсыз ғой, мысалы, бүгін 2 мал сойдым, оны алып тастаңыз. Бүгін 2 мал сатып әкелдім, оны қосыңыз. Бұл жерде тағы да жаңағы мал дәрігерінің документациясы бұның бар. Жаңағы фермердің ИСЖ деген болады ғой. Әр басты тіркейді соған. Осының бәріне тоже жаңағы мал дәрігері жауапты болу керек. Ол кісіні ұстау қиын. Иә, ол келіп, жаңағындай әр басқа сырғасын тағып, базаға тіркеу керек болады. Ол кісіні ұстау қиын. Бірақ шаруа қожалықтың өзінің міндеті ғой негізі барып исізден жаңағы шығару. Мысалы, бүгін сойдым, сатылды немесе сіз ана базадан шығару керексіз. Бұны цифровизация қылып бір жеңілдететін бір варианттары жоқ. Сондай қылып негізі өзгерткен дұрыс болады. Аны бір айтишниктер шақырып па, бір жақсы программа ұйымдастырып. Иә, бір QR ма енгізіп дегендей ше. Әр адамға ыңғайлы болатындай, ана аудан басына, орталыққа барып, оны отырмайтындай кезекке күтіп ыңғайлы қылып істесе негізі шетелдегендей қылып па, сол кезде нақты малдың саны шығады деп ойлаймын мен, дұрыс. Иә, дегенмен жақсы ғой, телефонмен алып. Сойды, немесе сатылды деп сразу шығарып тастайсыз базадан. Ол сіздің малыңыз емес үшін. Демек енді жаңа 21 миллион деп тұрмыз. Бұл жерде қалай болуы мүмкін? 21 миллион дедіңіз ғой жаңа. Айттық қой біз 21 миллион бас деп. Мүмкін оның тірі жүргені мүмкін 10 миллион шығар. Ондай да сұрақ бар көрдіңіз. Бұл демек өтірік статистикада болуы мүмкін ғой? Өтірік те болуы мүмкін. Себебі міне нұрлы үлкен фермер мысалы үшін қойы көп. Субсидия алу керек. Асыл тұқым менде 5000 бас жаңағындай Романскийға жаңағындай бөлініп жатыр ғой неше ақшалар. Иә. Барады да Романскийдің документін жасатады да өтірік. Бір үкіметтен ақша жылып алады. Сондай да болуы мүмкін. Оны анық қадағалайтын ешқандай орган нелер жоқ қой бізде. Негізі болу керек қой, бірақ білмеймін. 400 бас болса, оны 1000 бас деп көрсетіп жіберіп. Олай да болады, иә. Сондай субсидияны алу үшін, спорный моменттер көп өте. 21 нақты
21 миллион деп айта алмаймын. Либо одан көп, либо одан аз. Сондай. Тіркелгені қанша, тіркелмегені сол мен қанша. айтып тұрғаным сол ғой, субсидияға қатты қызығып керек емес. Иә, ертең жарайды ол білдіртпей жаңағындай біреу істейтін шығар мүмкін. Иә. Дегенмен ертең өкіметке жаңағындай айттым ғой, бірдемеге көмек керек болғанда көмектесіп отырады ғой. Иә. Бір күні көмектеспей қалады, алады да бұны 3-4 жыл бұрынғы шаруаның бәрін алып шығады да отырып жүреді, бітті. Бұл негізі ответственный нәрсе негізі дегенмен. Кейбірлерде бар андай көмекке ақша алады да, астына бір джип қадап алады, қаладан бір үй алады, сосын кейін мал тексерген кезде мал жоқ болады, сонымен артынан сондай не болады ғой. Көп қызық көп қой ондай. Демек өкімет беріп жатыр, өтірік статистика мына екі ортада жасалынып жатыр ғой. Иә, үкіметтен ешқандай не жоқ. Олар халыққа, фермерларға көмектесіп жатыр. Бірақ олар бөлген ақшаны дұрыс пайдаланбай жатыр астыға қарай. Астындағы адамдар да дұрыс пайдаланбай жатыр. Ал негізі үкімет көмектесіп жатыр бәріне. Білгенге маржан, құрметті ауылдағы ағайын және де осы Алматының іргесінде тұратын бауырлар, барлықтарыңызды тауық асырауды білесіздер ғой. Менің қолымдағы инкубатор, яғни бұның ішіне 25 жұмыртқа сияды, бөдененің 40 жұмыртқасы сияды. Әсіресе осы ес білген үйдегі балдарыңызға, қос бұрымды қыздарыңызға осыны алып беретін болсаңыздар, кәсіп жасайды. Мына кәсіптің нәсібін көретін болады. Өйткені жазғы каникулда бала не істейді? Сондықтан осыны балдарыңызға инкубаторда алып беріңіздер. Бағасы қолжетімді. Бұл 21 жұмыртқалық. Міне жерде бұл инкубаторда 70-80 жұмыртқа кетеді. Міне. Ең үлкені, ең ғажабы енді осы. Бұның ішіне 250 жұмыртқа кетеді. Тек қана тауықтың жұмыртқасы ғана емес, сонымен қатар қырғауыл асырасаңыз, қырғауылдың жұмыртқасы, кекілік асырасаңыз, кекіліктің жұмыртқасы, тіпті ұлардың жұмыртқасын сасаңыз қандай керемет. Ұлар өсірсеңіз де күшті ғой, ұлытауға бардың ба, ұлар етін жедің ба дейді. Міне жерде бұл қателеспесем 180 жұмыртқа сияды бұның ішіне. Сосын керемет тағы да айта кетейін, ауылдағы ағайынға таптырмас дүниелердің бірі, әсіресе менің асыл жеңешелеріме сепаратор. Кезінде қолмен білесіздер өздеріңіз, ауылда тұрсаңыздар жақсы білу керексіздер. Қолмен тартатын, сен тарт, мен тарт, міне тоққа сұғып қоясыздар, рахат. Мына жаққа аппараттың үсті, мына жақта қаймағыңыз қалады, аппараттың үстінен құрт жасауыңызға болады. Сепаратордың кішкентай үлкені. Бұл маслобойка. Енді түсініп отырсыздар, май шайқайды. Майдың қазір бір келісі қателеспесем 4000 теңге, тіпті 10.000 теңгеге дейін. Сондықтан май шайқап ағайындарға сатсаңыздар да болады, өздеріңіз жесеңіздер де болады. Сондықтан үйдің берекесі, дастарханның берекесі ол қаймақ пен майда, құртта. Сондықтан қолда барда алтынның қадірі жоқ, төмендегі нөмірге хабарласып тапсырыс беріңіздер. Мен бір танысым болды, мысалы, жас бала, өзімен жасты. Кредит алды, бәрін жаңағындай. Өкіметтен мал шаруашылығына деп. Алды да жаңағындай. Ал бірінші қора салып тастады, мал алмай. Малды жаңағындай көршісінікін көрсете салған ба, бірдеме. Сөйтіп барғанда банкрот болды. Не сиыры жоқ, дұрыс туатын, ақшасын жаба алмай қалды. Сондай болған. Сол негізі қатты ақшаға құнығып, ақшаға қызығып керек емес. Қолынан келе ме, істеу керек. Қолынан келмей ме, қолына келетін адамға беру керек та. Алғаннан кейін сол жаңа сиыр алам деп алды ма, сразу сиыр алу керек. Қой алам деді ма, қой алу керек. Жақсы шаруа қожалықтар көп қой бізде, жаңағындай дұрыс пайдаланып жатқан субсидияны. Жаңағындай сүт фабрикасындағы істеп жатқандар бар, жаңағындай жақсы аппараттар алып жатыр шетелден. Жақсы пайдаланып жатыр да олар. Жақсы андай бұқалардың ұрықтарына келіп жатыр. Олар жақсы пайдаланып жатыр ақшаны. Ал кейбіреулер жаңа қолынан келмейді де, осылай отырады да, үкімет ақша беріп жатыр дейді де, сондай бір ақша алу үшін істейді көбісі. Біз енді көшпелі халықпыз ғой, ата бабамыз бәрі қой баққан. Енді қазіргі осы 2025 жыл қазір әлемде жобалай қаншасыншы орындамыз енді? Қой саны бойынша. Қой саны бойынша. Негізі былай әлемдік статистика сиырмен есептеледі екен. Қоймен емес па? Қоймен емес екен. Сиырмен Америка екен бірінші орында. Жоқ, Америка емес. Иран деді ма, бір жақ деді, по-моему. Ең көп болады.
Қоймен есептелмейді екен. Қоймен Қоймен есептелмейді. есептелмейді екен. Жалпы қойдың етін жеу бойынша Монғолияда екен. Бір адамға 61 килограмм деді ма? 67 килограмм жейді екен жылына бір адам. Солай ма кеше? Сондай бірдеме айтылып жатқан кеше. Қазекеңдер? Білмеймін, біз одан аз жейді екенбіз. Қой етін. А вот қой етін көп жеу бойынша бір адам 67 килограмм жейді дейді ғой жылына. Сиыр етінде де солай ғой. А? Жаңағы Америка ғой бірінші орында. Иә, сондай бірдемесі бар. Жақсы, жігіттер, енді қойлар, бізде қойлар экспортқа Өзбекстанға кетіп жатыр екен. Өзбектер екі ортада ақшасын қосып, үстінен пайдасын қосып, Иранға сатып жатыр екен. Енді неге біз тікелей Иранның өзіне өзіміз сатпасқа, экспортқа? Не кедергі болып тұр бұл жерде? Талқылауымыз ғой. Бұл жерде жоқ, өкімет кірісу керек па, шаруалар бір басы бірігіп, жалпы енді қазір Орта Азия бойынша қойдың еті ең арзан біз екен ғой. Мысалға Қытайда 70 юань екен килограммы. Түріктерде 8500 теңге. Қырғызда 700-800 сомның көлемі екен. Бізде 3000 қанша кез қойдың? Оптимум 2800. 2800-3000. Осыны арзан көріп, енді өзбектер сатып алып кетіп жатыр деген. Өзбектер ары қарай Иранға сатып жатыр екен үстіне қосып. Енді ол өзбектер керемет дипломаттар емес, ешкім емес, кәдімгі жаңағындай осындай алып сатар қарапайым жігіттер ше. Келеді, сатып алады да. Каким-то образом бірақ ар жақ Өзбекстанға жеткізіп, әрі қарай еще апарып шығарады, экспорттайды. Бізге де солай істеуге болады, негізі. Ол үшін жиналу керек. Ұжым бол, көп фермерлар қауымдастық болу керек, қандай бір фермерлар қауымдастығы деген бір. Бірақ бәрібір бір басшысы сайлану керек. Өйткені жаңағындай мен өзіме біреу хабарласқан, инстаграмда да айтқам, Нұрбек, бізге 1000 бас керек, 2000 бас бар, 3000 бас керек деп осы Астана қаласына хабарласқан. Жаңағындай экспорттауға болады деді, Катар қаласына. Мен не деймін, мен жалғыз, біз енді кішігірім шаруашылық, дым емес қой, өзі бар жоғы 1000-ға жетер-жетпес. Ол жаңағындай айына 1000 бас, 2000, 3000 бас дейді. Сол үшін жаңағындай фермерлар қауымдастығын жинау керек па? Бәрін жинап, бір басшы сайлап, сол арқылы мысалы, еще жаңағындай, мысалы, сіздер 5000 бас шығарасыздар бір айда, мына кісілер 5000 бас, сөйтіп қымбатқа өткізуге болмаса, жоқ, енді жалғыз фермерға қиын. 2800-2500 деп отырмыз ғой, еттің бағасы килограммы. Экспортқа жаңағыда Иран сияқты елдермен өзіміз келіскеннен кейін оларға сәл қымбатырақ сатамыз ғой. Ол мынау ішкі нарыққа әсер етпейді ғой. Қалай ойлайсыз? Әсер ететін болып тұр ғой. Қатты беріліп кетсе әсер етеді. Мысалы, биыл қыста сиыр малын көп өтіп кетті. Неге? Өзбекстанға. Сол кезде бізде осы қыста сиыр малы өзіміздің ішкі нарыққа жетпей қалды еті. Сол себепті бізде баға көтеріліп кетті. Қазір мысалы сиыр бағасы кейбір жерлерде 3,5, кейбір жерде 4000 теңге. Оңтүстікте 5000 теңге деп жатыр. Алдында инстаграмнан көріп қалдым. Біз андай сыртқа шығарып жатырмыз малды, бірақ ішкі нарыққа жеткізе алмай жатырмыз. Сол себепті біздің ішкі нарықтың бағасы қымбаттап кетіп жатыр. Бұл жерде тоже кішкене ренжитін нәрсе бар. Мысалы үшін фермерлардан арзанға алғысы келеді. Фермер шетелге барып қымбатқа өткісі келеді. Мына жақта халыққа қояды. Халыққа бізден келіп алып сатарлар алады да, халыққа қымбатқа сатады. Бәрібір қымбатқа сатады. Біз прямой халықпен жұмыс істейін десек, біз бәрін тастап, жаңағындай мясной павильон ашу керек, анау ашу керек. Сол кезде халыққа арзандау болады. Ал былай енді алып сатар келіп біздің бағамызды сындырады. 2800-ден 2,5-ға түсіреді да, алады да 1000-2000 қосады да, халыққа 3000-4000-ға сатады. Солай. Алып сатар бар. Ал біз прямой шетелге жұмыс істеп кетсек ертең, алып сатар да нан жемей қалады, халықта аш қалады деп айтуға болады. Енді бұл өйткені жаңағындай перекупщиктар бар да арада. Енді осы перекупщиктерге байланысты делдалдар, екі ортада делдалдарға байланысты. Біз енді мына мал табу алаңы деп отырмыз ғой. Мал табу приложениесі бар. Мысалға басқа да көліктің өзінің приложениесі бар, білеміз. Көлік іздеген кезде, пәтер или үй іздеген кезде өзінің приложениесі бар. Бізде енді мал табу дейтін приложение бар. Осы мал табуға тікелей шаруа қойын салса, етін салса,
Бұл жерде делдалдардың екі ортадағы жаңа үстіне қоятын бағасын төбе не ала аламыз ғой, келтіре аламыз ғой. ондай келтіре аламыз. Мысалға сіз ауылда отырсыз қазір, алдыңызда жаңа приложение салып жібердіңіз, мына жақ қой деген сияқты ше. Мен Астанада отырып сізбен хабарласам дегендей ше. Бірақ ол жарнаманы бәрібір делдалдар көреді ғой. Бәрібір енді ол үшін Жоқ, бізге демек мал табу нені приложенияны бізге дамыту керек, насихаттау керек. Тұр ғой. Осы Қазақстанға шулатып барлық жаңағы қарапайым мал асырамайтын адамдар да білу керек қой бұны. Өйткені ол мал асырамайтын адам қорасынан барып мал соя алмайды, мал табуға кіреді да, жаңағы іздеп қой керек па, қой алып сөйтіп барып нетпесе. Ал делдалдар қазір біліп алады да, технично, ол мал табу деген бар екен, арзан екен, содан алады да, бәрібір білмейтін адамға барып қымбатқа сатып жібереді. Бұл жерде енді әркім өзінің күнін көріп жүрген адамдар ғой негізі. Делдалдарда, халықта, фермерлерде өзінің ақшасын тауып отыр ғой. Әркім өзінің. Бірақ дегенмен негізі жақсы нәрсе ол, егер телефон арқылы үйде отырып. Фермерлердің просто андай бір ашынатыны, біз оны бағамыз, 3-4 жыл жем-жөбін алып келеміз дейді да, андай делдалдар келеді да, сатып алады да, олар ештеңе қиналмай, үстінен 50 мың теңгеден 30 мың теңгеден әр бастан көреді да. Қарапайым тұтынушы зардап шегеді. Көп фермерлер сол жағынан кішкене ашынады да. Біз оны бағамыз, бұлау кезінен немесе қозы кезінен, ортадағы жаңағы жігіт ішпей жемей алып кетеді. Ішпей жемей келіп, үстінен 30-40 мың теңге көреді каждый бастан. Сөйтіп алып кетеді да, соған олар ашынады. Былтырлар бір көршім отырып, күзде ғой енді мал сатып жатырық, нетіп жатырық. Жаңағыдай фурамен келіп, Өзбекстаннан анда-мына келіп алып кетеді ғой. Арзанға кетіп қалған ғой деп, жынданып ашуланып айтты ғой. Қазақтар негізі қиынбыз дейді ше. Енді өзбектердің кәдімгі малшысы болдық қой біз дейді ше. Мысалы үшін қыста туғызады, көктемде туады, мысалы үшін күзге дейін бағамыз. Өзбектер келіп сатып алып кетеді. Әр жаққа қымбатса, соған ашуланатын. Өзіміз атқорындайық, өзіміз бірдеме қылайық, өзіміз экспорттайық деп. Атак жоға біз өзбектер малшысымыз бітті. Сол былай негізі қазақ десе өзімізге тиеді ғой. Кейде бір қазақтарға барып, енді өзім ағайындарға барып саудалассаңыз, сізге бағаны жоғары айтады. Мысалы 250 мың теңге деп айтсыншы, ал өзбектер басқа жақтан келсінші, оларға 170 мыңнан 180 мыңнан бере салады. Мысалы 200 мыңнан бере салады. Сол жағынан кішкене андай қазақтар өзі саудаласқан кезде сондай да көп көреміз. Қазақ келген кезде қазаққа қымбат айтады, ал басқа ұлт келсе оларға арзанға бере салады. Мен сол жағын әлі түсінбей сиқырланып тұр ма? Мен сол жағын әлі түсінбей жатырмын да мен соны. Саудаласу білетін шығар мүмкін. Жоқ, оған байланысты емес негізі. Мен сол жағын түсінбей жатырмын. Жазы бағады, жем шөбін береді, тоз шығады да, біреуге арзанға беріп жібереді да, сонымен екі ортада өзбектердің малшысы болып қалдық деп отыр ғой енді. Күйінеді. Бірақ кейбір адамдар болады, қанағаттанады солға, мысалы үшін. Бағатын деп, жарайды еңбегім осы шығар деп. Бұдан артық жоқ шығар деп ше. Ал былай тереңірек үніліп, жаңағындай ізденіп қараса, бәрібір өзінің еңбегін әр адам қымбатқа бағалағысы келеді ғой. Иә. Бірақ қанағат деген сонда да болу керек. Келесі енді Нұрлы Инстаграмында нені байқадым да, ауыл өмірін трендке, қымызды брендке айналдыру деген ұрандарыңыз бар екен, енді маған қатты ұнады. Осы жолда не істеп жатсыздар? Осы енді әлеуметтік желі деген қазір өте жақсы болып тұр ғой. Иә. Кішкентай баладан қартайған шалға дейін, апаға дейін көреді. Енді осы әлеуметтік желіні қолдана отырып, қаладағы қалай қызықтырамыз жастарды ауылға тарту. Көп адам енді оқу бітіргеннен кейін немесе оқуға түскеннен кейін ауылға қайтпай жатады. Иә. Қалада қалып қояды. Қалада қазір бәріне жұмыс бар деп те айта алмаймын енді. Жүреді, жаңағындай кішігірім жұмыстар істеп, айтады ғой, жас кезде, бойда күш қуат бар кезде ауылға болсын жақсы бір жұмыстарды істеу керек та. Иә. Құлшынып тұрған кезде. Небір ауылдың енді жастары бар қазір. Енді айтсам, оларды бір кекеткендей боламын. Таксовать жүреді, доставкада жүреді, мысалы. Бұлай қарасаң, енді 20-дағы, 25-тегі жігіттер тепсе темір үзеді.
сол жігіттер негізі неге жоқ бізде мынандай нәрсе бар да қазір жастар болсын не болсын осы қаладағылар үшін малмен мал болу керек деген нәрсе. Мгм. Малмен мал боласың деген нәрсе тұр да. Осын қалай кетіреміз? Негізі қойда береке бар дейді. Мысалға бомағыр бір неге стартаптар дейміз ба, және бір кофейня ашуға түбі ол банкрот болып жабылатын нәрсеге 1,5-2 миллион теңгесін беріп жатыр жастар. Соны айтып кетсеңіздер, орнына жаңағыдай 1-2 қой болса да жайлап бастай берсе дегендей. Негізі мал мен мал болу керек, негізі ше артынан таңнан кешке дейін жүріп сол кезде ғана мал өседі ше. Жалпы мынау мал шаруашылығы сразу ол жерде кірдің байып кету деген жоқ. Ол бір нәрсе жылдардан кейін болатын ғана результат. Ал енді жас жаңағы мысалы нұрлы мысалы, иә, мысалы үшін или өзімді алайын. Таңнан кешке дейін шаруашылықта, қысы жаз шаруашылықта болсам, өзі қой мысалы 1 рет, негізі 2 рет төлдейді, бізде 1 рет төлдейді, дұрыс па? Ол төлдегенше 1 жыл бар жаңағыдай. Ноябрьда қосамыз, одан көктемде жаңағыдай қоздайды, ол қоздағаннан күзге дейін бар. Осы промежутокта мен не қонаққа бара алмаймын, нете алмаймын жаңағыдай. Бір тойға шақырса да бара алмай қалуым мүмкін, қонаққа да. Өйткені менде ақша жоқ. Иә. Қайдан келеді маған ақша? Ол ақша болу үшін сен мына жерден қой сату керексің, тарту керексің, үйту керексің, бүйту керексің. Ол 1 жыл сайын ғана ақша түседі. Көрдіңіз бе? Сол үшін мен ойлаймын да, типа жастардың деп қаламайды да, оны қаладан бір шаруа ашып қойып, бір подушка ма бірдеме болу керек. Бір жақтан ақша келмесе, малың өспейді ешқашан. Көрдіңіз бе? Сондай да бар. Өйткені қазіргі мал баққан адамдар көбісі жаңағыдай үлкен кісілер, аталар, дедушкалар қыстақтарда, шаруашылықтарда отырады. Ол өзінің жаңағыдай жағдайын жасаған, бала шағасын үйлендірген, бала шағасы жаңағыдай қалада тұрады, анда тұрады. Просто күзде мал туылады, сататын сатады, жаңағы балаларына таратып береді. Оған өйткені ешқайда шықпайды, маңызды емес деген секілді. Ал жастар көбісі қыдыру керек. Анау бар, мынау бар, көрдіңіз, ешкім отырғысы келмейді. Ал нақты осы қыстаққа бар 5 жыл тоқтамай отырса, сонда 5 жылдан кейін бір результат көреді да, количествомен. Так басында қиын болады. Сондай андай ұран бар ғой, жас кезде бәрін көріп алу керек, қыдырып алу керек. Негізі ол ұранды ауыстыру керек. Жас кезде наоборот жұмыс істеу керек, 30-35-ке дейін. Одан кейін ол жұмыс саған істейді да, сен демаласың. Фермерлер. Бірақ қазір кадр жоқ, ауыл шаруашылығына өте, енді бір 5-10 жылда мүмкін табылмай қалды мүмкін мал бағатын адам. Мал бағатын адам жоқтың қасы дейді. Жоқтың қасы қазір. Болғанның өзінде бағамайтын адамдар ғой. Мысалы үшін қойдың өзінің несі болады ше, техникасы болады бағатын. Жаңағыдай асықпай таңертең жібереді. Қой обедке дейін жаңағы аяғымен жейді, одан обед деген өзі жейді деген бір мақал бар. Вот сондайды білетін, кешкілік үйге қумай апаратын, жай өз кешкілік күн батып бара қойды басын бұра салады, келеді асықпай. Ал кейбір болады мал бағуға келген адамдар. Таңертең астықтырып апарады, судың қасына тастай салады, ол жатады кешке дейін. Сосын кешке қуып айдап әкеледі. Ол семірмейді ғой. Оның да жаңағындай мал бағатын и жай малдың қасында жүретін де адам болады, көрдіңіз бе? Ол былай ғой, опытный адам. сен айтып тұрған малды өсіру үшін, одан бір жақсы пайда табу үшін, өзің айтпақшы 5-10 жыл жүру керек, өзің жүру керексің. Иә. Біреуге тапсыруға болмайды. Онда мал өспейді. Ол уже дәлелденген ғой. Ал кейде бар, қаладағы достары бар, таныстары бар, туыстары бар, 1-2 малын қосып қояды да, мынау өсіп атыр ғой, жүріп атыр ғой дейді. Ол негізі бір жағынан дұрыс емес. Ол өспейді мал. Ол өспейді. Жаңағы енді былай ғой, біреудің малы жүреді, туған туысқанның малы. Бірақ ол өліп қалса да төлейсің оны. Енді айтпайсың ғой, сен малың өліп қалды деп, ол оны өлмейді, короче. Оның өсіп жатыр, біздікі ғана өлу керек та. Иә. 100% жүру керек негізі. Сосын кейін ренжиді. Содан ағайын туыстың арасы ажырайды. Шама келгенше негізі ағайын туыстың малын алмау керек. Жақын достарының малын алмау керек. Сол кезде дұрыс болады. Қарым-қатынас құрайды ғой. Қарым-қатынас құрайды. Иә. Ол көмектесем деп 1 жыл келеді, 2 жыл келеді, одан кейін келмейді. Одан кейін оны ол анық бас асында жүрмегеннен кейін положениені білмейді. Одан кейін өліп қалса да өліп қалды десең, сенбейді. Иә. Менікі ғана өле бере ма, менікі ғана жоғала бере ма деп. Қырсыққанда соңғы ғана. Соны көріп қалады ғой мысалы. Мен бір жүзбасшы жүрсе, жүзбасшының ішіне соны көріп қалады ғой бірінші. Көршім бар ғой, көршім вообще мұғалім болып істейді өзі. Мектепте жаңағы физрук мал дегенге қатты қойға жоқтын.
өзінше бір қой біреу сыйлаған ғой деймін, бір қойын алды да біз шаруашылыққа әкеліп тастадық, Нұрбек өсе берсін, ете берсін. Бір апта, 2 апта өтті ғой. Именно соны күн анау қаншама қойдың ішінен соны күн жылан шаққан ба білмеймін, мойнын асты ісіп сонымен өліп қалды. Айтсақ ренжиді, осы біреу болды, өсіп жатыр, өйтіп жатыр деп әйтеуір бересің ше. көңіліне қарап Көңіліне қарайсың да, енді ниеттеніп әкелді өзінше. қарап отырып бір қойға түстім деген ғой. Сондай болады. Сондайлар көп қой негізі қазір. Сол үшін қой негізі берекелі, жаңағыдай. Кейбір адамдар болады, жылына 2 рет қоздатып алатындар болады, егізден туады, тез өседі, тез көтеріледі негізі. Енді қой адамды тәрбиелейді ғой. Қой баққан адам өз-өзін тәрбиелей ма, в общем. Негізі момын дегенде момын боласың, бірақ дегенмен ананың жұмысы қойдың. Білмеймін, андай елдерге мүмкін оңай болып көріне ма, бірақ қойдың машақаты көп қой. Жоқ, сіздің парақшаңызды көреміз ғой біз. Сол кезде мына қыстағы не былайдан фуфайка киіп алып, бет аузыңыз жауып, ана боранның арасынан қойды тауып алып келіп дегендей. Реальный жағдайын көрсетіп отырсыз да, мысалы. Реальный жағдай, көбісі ойлайды да, ой, сен момын болу керексің, қойдың артында жай жүргенсің. Ондай емес, ана жерде нервің кетеді ғой кәдімгідей. Қой деген жаңағыдай жазда желге қарай кетіп қалуы мүмкін, оны іздейсің, үйтесің, бүйтесің, дұрыс бақпаса, қарамаса, қыста желден наоборот кетіп қалады, жаңағыдай. Арасынан қозыны уақытылы бөлмесең, ол қоз алады да басқа қойларды қашырып жібереді. Одан қыстың қақаған ортасында қойлар далаға жаңағы қысты күні қоздап жатады, ол да қиын. Негізі машақаты көп нәрсе, бірақ негізі сиыр тәрбиелейді деп айта алмаймын адамды. Жылқы мен қой адамды тәрбиелейді ғой, негізі. Бағып, сонымен айналысып жүрсе, кішкене мықты тәрбиелейді адамды. Нұреке, енді жылқымен де айналысасыз. Қымыз, негізі кәсібіңіз қымыз ғой. Мен енді өзім жеке өз басым қымызды мынанки жақсы дегенге өз басым келіспеймін. Себебі ол қымыз біздікі, қазақтікі бренд өзімізді. Қымыздың бәрі жақсы деп. Қымыздың бәрі жақсы, әр өңірдің өзінің бір несі болады, дәмі болады, өзінің бір дайындау тәсілі болады. Енді әр өңірде шөпке де байланысты ол негізі. Жылқы шөп жейді, содан сүттен келеді ғой. Соған да байланысты болады. Әр өңірдің өзінің бір номер один қымызы болады ғой, өзінің әр өңірдің. Негізі осы қымыз саласына 2012-де нағыз кәсіп ретінде келдік. Енді мен Instagram парақшамда болсын, қатты былай ағаларым, басқа інілерім көрінбейді да, негізі. Мен жаңғыз істеп жатқан жоқпын оны. Біз командамыз. Командалық жұмыс. 2012 жылы біз бір инвесторлармен келісіп, сертификатталған түрде қымыз өндіргенбіз. Осы жаңа Қарағанды облысы, Шет ауданында. Жаңағы Южный деген торговый домдарға апарып сатқанбыз сол жылдары. 2 жыл контракт болды ол кісілермен. Содан кейін 2 жыл контракттан кейін біз өзіміз бөлім шығып кеттік. Содан жайлап осы қымыз саласын көтеріп, жайлап дамып жатырмыз. Осы енді алдағы уақыттарда осы қымызды осы Қазақстан бойынша шығаруға жұмыс жасап жатырмыз. Демек, қымызбен баюға болады ғой? Қымызбен баюға болады. Мысалы, бізге Астанаға жеткенше 1,5 теңге болады, Сіз мысалы 100 литр алсаңыз, 1,5 теңгеден 150 мың теңге күніне. Күніне 150 мың теңге, ішінен бір енді 20-30 мың теңгесі жем шөбіне кетеді, күнделікті. Сонда таза пайда 120 мың теңге болады күніге. Сізге түсетін пайдасы. Бірақ бұнда бір қиыншылықтары бар ғой. Бұнда бір қиыншылықтары бар. Бірақ бір берекелі. Ол да берекелі. Қазіргі таңда мынау шетелдікке бие сүтінің порошогын сұранысқа көп алып жатыр. Мынау Корея елі, оңтүстік Корея. Мына косметика жағына қарай өте пайдалы дейді. Негізі бет күтімі, қол, осындай нелерге. Енді ол жаққа қарай экспорттауға кішкене әлі жұмыс істеу керек. Анау порошоктайтын аппараттар әкелу керек, ол өте қымбат. Сол жақтарынан енді жасап жатқандар бар. Қазір Қарағанды облысынан бір жер бар, анау Осакаровка жақтарда соны порошоктайды, экспорттайды, саумал түрінде. Сол жақтарын шығарсақ жақсылап болады. Бие сауғанда жаңағыдай ақшаны мықты ұстайтын адам керек қой. Өйткені күнделікті ақша ғой бұл. Күнде сауылады, нетеді. Бізде алдыңғы жылы, биыл, осы жылы інім сауып жатыр, 10 бас байлағанбыз. Алдыңғы жылы бірінші
байлап көргенбіз. Сол кезде күнделікті ақша түседі ше, андай 50 мың 60 мың, бірақ жаңағындай қалаға барып келуің бар, сатуың бар, бензинің бар, бутылкасы бар. Уже қайтып келе жатқанда продукт аласың, неге нетесің, бүйтесің. Сонымен бір 5-10 мың теңгесі қалады. Ақшаны мықты ұстайтын адам результатын көреді ғой. А так дегенмен жаңағындай расходтарды покрывать етуге бір 5-10 бас бие байлап қоюға болады екен. Бірақ ол таң атысымен жаңағы таңғы 6-та кетеді, жылқыны айдап болып келеді, 2 сағат сайын сауат, содан қорада жуат, көбіні жаңағындай жуат, стайт, в общем, пісет. В общем, бір адам болу керек, ана босамай қалады екен. негізі андай ғой, жақсы пайдаға кенелу үшін артында жүресіз, қаншама еңбек болады оның үшін. Оңай ақша келмейді. Вообще оңай емес. Жақсы бір үлкен нәтижеге жету үшін сол нәтижеге жеткенше қиналасыз да, қатты жұмыс көп тер төгесіз. Сол кезде сізге келеді да ақша. Сол кезде жемісін көресіз. Ал андай оңай ақша дегенде андай арзан нәрсе қызықпау керек те, қазір жастар көп қой. Бұрын мысалы Инстаграмдағы арзан нәрсеге қызығады да, андай успешный успех деуші ме сондай. Бұрын мысалы үшін жаңағы қымыз сататындармен бізде жылқы бар, бірақ саумайтынбыз. Барып саудаласып 1,5 теңге деп тұрса, мұны 100-ге берсе, 1000-ға бересіз деп ше, 10 литрдан былай аламын деп. Одан кейін мынаның жұмысын көргеннен кейін осы бие саудың вообще мүлдем саудаласпаймын ғой. Үстіне қосып бергің келеді, өйткені анау 1 литрді шығару үшін еңбек. Бір бие міне мынандай стакан берсе жақсы. Сүт болса береді, сүт емесі бермейді. Сүт емесі бермейді. Ананы 2 сағат сауың бар, құлынды қосуың бар, босатуың бар. Жары көп екен. Түсіндім, бие сауатындарды қымыз алатын адам болса, біреуден сатып алайын деп жатса, вообще саудаласпасын. Маған есіме бір не түсіп жатыр. Стендер қосып беру керек қой. Былтыр осылай бие сауып жатқан бір сторис па бірдеңе салдым. Қыстың кезінде ғой. Содан кейін айтып жатыр да, жаңағы бір таныс ағай, енді қалай литр қанша болады, қалай қыста қалай сауасыздар деп айтып жатыр да. Осылай болады, литр қыста 1,5-700 теңге болады деп. Сосын кейін ол кісі есептемеген екен. Жемін, шөбін, пайдасын ғана есептеп тұр да. Сосын кейін ол кісіге есептеп бердім. Осылай есептейсіз деп. Сосын жаңағы есептегенді көрді да, қой құрысын деді да. Надан қатты пайда көрмеймін ғой деп. Сосын көп адам ойлайды да, мынау байып жатыр, мынау пайда көріп жатыр деп. Оның расходтарын есептемейді да, пайдасын ғана есептейді. Жаңағы жемі бар, шөбі бар, онсыз қыста ұстағаннан кейін оны далаға жібермейсіз ғой. Күнделікті қорада тұрады. Оған жем бересіз, шөп бересіз, суарасыз. Жұмыс істейтін адамға бересіз ақшасын. Соның бәрін есептемейді. Тек пайдасын есептейді халық. Содан ой, мынау байып жатыр, мынау ақшаға кенеліп жатыр деп ойлайды да, негізі. Демек бір алдымызда тұрған Нұрекең айтпақшы, 1 стакан болсын, 1 литр қымыз болсын, ар жағында қаншама еңбек тұр. Оның айтып отқан құн емес, оны үстіне қосып беру керек деп отырсыз ғой. Өте дұрыс. Енді жігіттер тағы бір сұрақ болып тұр. Жылқыға, жалпы малға екпе егеді ғой. Енді екпеден кейін сой жіберіп жатқандар болмаса, переработкаға сондайға жіберіп жатқандар бар ма? Одан қалай сақтанамыз? Мысалға сіздің парақшаңызда қарап отырмын да, сіз екпеге батсыз, мынау биені бір аптада 8 күндей саумаймыз. 30 күндей, 20-30 күндей. Болмаса сойып жеуге болмайды дегендей ше. 30 күндей дегендей. Осыдан қалай сақтанып жатырмыз? Ол ар жақта бір қадағалайтын біреу бар ма? Мысалы бір малшы ол қарамау мүмкін ба? Не болып жатыр? Осы жағын түсіндіріп кетсеңіздер. Енді бірінші ол жаңағы адамның арына байланысты деп ойлаймын. Ол енді адамды алдағанмен Алланы алдаған емессің ғой. Бұл кезде бірінші адам өз арын ойлаған дұрыс болады. Бұл меніңше бір ұлттық қауіпсіздік сияқты да бұл. Кәдімгі ұлттық қауіпсіздік қарайтын нәрсе болып тұр да бұл. Анан дәрі салынды. Ол етке кетті. Оны жеп жатқан адам не болып жатыр дегендей ше. Қандай зиян алып жатыр. Соны түсіндіріп кетсеңіз. Сол кезде бірінші адам жаңағы сол арын бірінші ойлау керек. Содан кейін жаңағындай ар жағын бұл енді ветврачтар нелер қадағаламай ма? Бұған екпеге келді ғой, неге сойын деп жатсың деген сияқты. Енді ол кезде былай ғой, әр шаруа қожалығы өзі егеді, ол кезде ветврачтар болмайды ғой. Өзіңіз егесіз, ол ветврач келіп білмейді ғой, мынау мал егілген, мынау мал егілмеген деген сияқты. Мысалы мен өзім ектім, ол малды білемді, қай күні егілгенін, қай күні оның
биені сау керек болады, қай күні оны етін жеу керек болады деген иә сияқты. Енді ол бір оқыс жағдайлармен өліп кетуі мүмкін, жаңағындай бар ғой, енді аяғы сынып кетті, бірдеңке болды, оны сою керек бәрібір. иә Сол кездерде мен айтып тұрмын ғой, адамның арына байланысты ол кезде мынаны лақтыру керек, иә болмаса жаңағындай колбасный бірдеңке жіберу керек. иә Бұл кезде адамда екі вариант болады. Бұдан сәл болсын пайда көріп қалу керек, немесе ол бүкіл бәле жала осымен кетсін деу керек, мысалы. Бұл кезде енді адамның өзінің несіне байланысты, тәрбиесіне, ақылына. зоопаркқа өткізіп жібереді. Өйткені көп адамдар айта алмаймыз ғой, мынау андай адам, мынау мындай адам деп. Ол адамның өзіне байланысты, иә ол сұрақ. енді жігіттер мына теріге байланысты, тер жүнге байланысты не болып жатыр өзі? Сатылым болып жатыр ма, болатын болды ма? Өзі бұрындары тері жинап оны ақша қылатынбыз, қазір мусорға кетіп жатыр дегендей. Қазір жаңағы теріні Сіздер как малшылар ретінде не ұсынар едіңіздер, не істесек болады дегендей? Кішігірім енді аудандардан жаңағындай бір тері жинайтын бір нелер болса, складтар болса, қоймалар болса жақсы. Сосын бұны біз өзіміз өңдемесек те соны алып жаңағындай экспорттаса Қытайға, өңдей алатындарға. Енді біз оған қолды жеткізе алмай жатырмыз ғой, өңдей алатын андай бір фабрикамыз жоқ, неміз жоқ. Ең құрмағанда жаңағындай тері алатын, тері жинайтын. Осыдан 4-5 жыл бұрын ба, одан көп па, Қытайлар тері алды. Сол кезде жылқы терісі болсын, сиыр терісі болсын, 25 мың теңгеден ба, 20 мың теңгеден болып кетті сол кезде. Даладан тері іздеп кетті ғой, анау қаншама адамдар. Өліп қалған мал кім болсын алып бар ғой. Сол кездерде теріні анау нарық ашылып кетті да Қытайда. Сол кезде сондай болғантын. Одан кейін мүлдем олар қабылдамай қалды. Содан қазір далада сасып жатыр. Жатыр ғой далада қазір негізі. Бірақ жаңа ойлаймын, сондай бір кішігірім болсын, или бір кәсіпкерлермен ба, инвесторлар тартып ба, өзіміз өңдейтін кішігірім бір зауыттар ашсақ. Бір аудандардан. Демек бір кооперативтер керек қой? Керек. Қазір жоқ, біз биыл бірінші рет, осы жылы бірінші рет қойдың жүнін өткіздік. Бір кісілер Қарабас дегенді білесіздер ме? Қарағандыда сол жақтан бірдеме ашып апты. Сол жаққа килограмма. Өздерге алып кетсе 30 теңге, апарып берсе 50 теңге ма, сондай болды. Өздерге алып кетті 30 теңге. Әйтеуір мусор болып жатпасын деп беріп жібердік. Алып кетті. Біздің еще андай ғой, Еділбай тұқымының көбісі айтады ғой, біздің қазақтың қойының жүні жаңағындай келмейді, анау келмейді, мынау келмейді деп. Бірақ сонда да алып кетті. Бірдемесін жаратып жатыр ғой, іс қылып жатыр. Мынау мысалға дала кемп болып жатыр ғой енді. Сол сияқты мынау қойшылардың дала кемпі бар ма? Сондай бір варианттар бар ма? Енді дала кемпті сиыр, бұқа деген сияқты шы. Мен сондай жасап көргім келген, бірақ мен жалғыз болғандықтан қиындау болды. Егер мықты жаңағы. Демек бастары бірікпейді ғой. Иә, қойшылардың. Иә. Біріккен жұмыс, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Иә. Жалғыз өзім бастап көрдім. Қиындау болды. Бірақ әлі де ол проектім бар. Иә. Алла қалса бір биігіне жеткенде, соның жұмысын бітіргенде. Бұған қойшылардың не чаты керек па? Не қаржылай қолдау керек па? Не керек сіздерге қазір? Бастаңға. Или жақсы менеджер, маман керек па? Не керек қой? Біз енді ауылдың баласы болғаннан кейін кішкене цифровизация, сайт жасау, анау жасау, мынау жасау, соған көп ақша алады, көп нетеді жаңағындай. Сол үшін лучше бір жақсы бір мамандар болса, сондай сайт жасайтын, компьютерден бастар жақсы істейтін. Сондайлар, айтишниктер керек. Бізде Қарағандыда мен іздедім, қиын табу. Қиын болды, білмеймін не екен. Содан әйтеуір біреуін тауып, кішігірім сайттар жасап істеп жатырмын. Енді екеуіңіз де ауыл партиясындасыздар. Ауыл партиясы болып не істеп жатсыздар? Қандай результаттар, не бар? Кеше не болды ғой енді? Бірінші рет халықаралық фестиваль болды. Бұл бізде жаңа Франция елінен келді, Иран келді, в общем 4-5 мемлекеттен келді. Россиядан келді, көптеген мемлекеттер келді. Ол жерде жаңағындай осы жүннің, терінің сұрақтары талқыланды. Қытайдың посольствосынан болды адамдар. Инвесторлар келді, кеше сен сөйлестің ғой бір кісімен. Иә, инвесторлар келді. Дегенмен қай жақтан, бір жақтан осы қытайлықтар жаңағындай завод салады деген сыбыс болды. Жаңағы жүнді переработкамен тері туралы. Қазақстанда. Қазақстанда, иә. Демек жүн мен терінің бағасы көтеріледі ғой, құдай қаласа.
Иә. соған ниет бар енді. Ниет бар. Сондай енді құр сөз болып қалмаса, иә үкімет болғаннан кейін. Бірақ дегенмен ауыл партиясы жақсы жұмыс істеп жатыр. Өздерінің айтқандарын істеп, как положено бәрі. Шаруаларға Иә. көмектесіп жатыр ғой. енді мен Жаңағындай еще жаңағы 5% дедіңіз ғой, олар одан да аз процентпен бір кредит нетейін деп жатыр. Одан кейін мысалы үшін менде мысалы үшін атымда дым жоқ, жаңа үйім жоқ, залогқа қоятын жерім жоқ. Сол мәселені жаңағы товарный кредит деген болады ғой. иә Сондайды талқылап жатыр қазіргі таңда. Недеміз? Бізде бір жағынан қазір не ғой, жер жағынан проблемалар көп. жайылым Жайылым жоқ. Бір үйдің жайылымына кіре алмайсыз ғой. иә Малыңызды апара алмайсыз. Сол жақтарынан не бұрынғындай емес. Қазір бос жер жоқ. Бұрын енді бос жер деген кезде ондай болған жоқ қой, менің жерім сенің жерің деген сияқты. иә Қыста қыстауға, жазда жайлауға айналып жүре берді. Қазір өзінің бар жеке меншік жерлері, біреудің жеріне біреу кіре алмайды. Иә. Шабындық жерде бар, жайылымдық жерде бар. Сол себепті сол жағынан кішкене қиынырақ. жігіттер көп рахмет уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге. Енді бізге мына мал табу алаңына бір кішігірім тілектеріңіз болса. Ал осы мал табу алаңы ашылып жатқан подкаст, программасы өте дұрыс негізі. Осы саланы дамытсақ, қазіргі ауыл шаруашылығындағы жігіттерді, мал шаруашылығындағы жігіттерді жақсы бағада өткізуіне өте таптырмайтын құрылғы деп айтсақ болады. Осы дами берсін, үлкен бір предложение болсын, жақсы осы ауқымды Қазақстан бойынша. Жұмыстарыңызға сәттілік, шақырғандарыңызға рахмет. Иә, сіз. Осы мал табу предложениесі дұрыс жасалып жатқан нәрсе деп ойлаймын. Себебі жаңа айтып өттік, делдалдар бар арада, қарапайым халыққа қымбатқа кетіп қалады ет. Сол себепті осындай предложениенің шыққаны дұрыс. Дами беріңіздер. Алла қаласа осы мал табу арқылы елдер өздеріне күшті малдарын сатып, күшті малдар алсын деген тілектемін. Дами беріңіздер. Рахмет шақырғандарыңызға. Рахмет. Уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет, жігіттер.